И фотосессия. Иә. Қазір сіздер неде көріп жүрген, по-любому инстаграмда, иә, әлеуметтік желіде қазір көріп жүрсіздер, өте көп и фотосессиялар жасап жатыр, монтаждар жасап жатыр, иә. И фотосессия, одан сіздер ақша жасасаңыздар болады. Например, помещениені арендаға алмайды, фотографты арендаға алмайды. 10 мың теңгеге 20 фото жасап беремін, немесе 10 фото жасап беремін деген сияқты, иә, әртүрлі стильде. Солай реклама жіберсеңіздер, немесе солай инстаграмда жасап бастаңыздар. 10 мың теңге. Қазір помещенияның өзі 20 мың теңге, еще фотографты да 30-40 мыңға арендовать етеді ғой, например. Соның барлығын сіздер 10 мыңға жасап берем деген сияқты ақша жасасаңыздар болады. Өте күшті, реально. Адам вообще андай не ғой, бұл синтаксай 5600 теңге тұрады. 5600 теңгеге сатып алып, сіздер 10 мың теңгеге фото жасап берсеңіздер болады. Например, 5 мың теңге сіздерде қалтада болады. Сол сияқты, яғни оның барлығын енді ойластыру керек, ол жағын мен айтпай қояйын, но мен айтқым келгені, что сіздер ақша жасай аласыздар. Осы синтакс, осы и фотосессияны үйреніп алсаңыздар. Енді қараңыздар, и фотоны қалай жасаймыз? Осы синтакс ботқа кіреміз. Ол жақта дизайн с и дегенді басамыз. Hicksfield Soul деген и бар. Соны басамыз. Осы жақта біз персонаж. Біз бірінші Hicksfield Soul персонаж дегенді таңдаймыз. Персонажда біз кімнің фотоларын жасағымыз келіп жатыр, яғни объект, иә, сон персонаждың фотоларын жүктейміз. Өте көп фото жүктесеңіздер болады. Яғни өте көп, чтобы жасанды интеллект түсіну үшін. Бұл персонажды жасау үшін сіздерден 129 токен алып қалады. Бірақ ол персонаж сақталып қалады. Сол персонажмен ары қарай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Яғни кіреміз, персонаждың ішіне. Аты кім? Мен Ерке Есмаханның суреттерін алдым. Атын Ерке Есмахан деп кәдімгідей жаздым. Себебі кейін біз сол Ерке Есмахан қандай киімде тұр, не істеп тұр, оның барлығын біз Ерке Есмахан деп, девушка, мальчик деп демейміз, уже Ерке Есмахан деп атын жазып не істейміз? И фотосессиялар жасаймыз. Выберите файлы дейді. 15-тен 30-ға дейінгі суреттерді таңдаймыз. Әр түрлі боянған, боянбаған, бүйтіп қарап тұрған, бүйтіп қарамай тұрған, әр түрлі жан-жақты түсірілген фотоларын таңдаймыз. И где-то 5-10 минуттай күте тұрамыз. 5-10 минуттан кейін уже у вас уже готов модель дейді. Сгенерировать со своей лора дегенді басамыз. Келесі жолы уже Hicksfield Soulға кірген кезде сіздердің нелеріңіз дайын тұрады, осы персонаждарыңыз. Қазір мен оны көрсетем. Қараңыздар. Настройки модели дегенге кіресіздер. Осы Hicksfield Soulдың ішінде болып жатыр бұның барлығы. Настройки модели дегенге кірсеңіздер, Basic, вот этот форматын ауыстырасыздар. Стиль любой деп таңдасаңыздар болады, немесе әртүрлі стильдер бар, аниме, анау деген сияқты. Оларды да таңдасаңыздар болады. Мен еш нәрсе таңдамадым. Выбор персонажа Ерке Есмахан деп таңдаймыз. Көрдіңіздер ме? Яғни Ерке Есмахан десеңіздер болды. Ана неге промпт жазған кезде Ерке Есмахан анау деп жаза берсеңіздер, уже Ерке Есмаханның фотолары тұратын болады. Варианты 1. Мен ең минимальный варианттарын алдым. Профессиональные настройки использовать-то қосамыз. Сохранить и вернуться дейміз. Сохранить и вернуться и ары қарай промптымызды жазамыз. Промпт жазған кезде де
бағана ChatGPT-ге жазған сияқты жазамыз, например. Детально не надо, потому что бұл уже ChatGPT сияқты сгенерировать етеді өзі. Ерке Есмахан в белой шляпе, в белой брюках, сон, там этот свет, фонари, машины деп не көргіңіз келеді, сол жақта соның бәрін жаза бересіздер. Андай прям замудренный ешнәрсе керек емес. Она улыбается и смотрит на камеру. И осылай біз задачамызды күтеміз. И вот. Нормально шыққан ғой, әдемі шықты. И осы жерде вот прямая ссылка на качественную версию деп тұрады. Обязательно прямая ссылканы басып, файлға сохранить етеміз. Сол кезде качествосы өте жоғары болады. Обязательно осылай жүктеп алып отырыңыздар. Жарай ма? Вот Ерке Есмаханымыз дайын болды. Вот осылай сіздерде фотосессия жасасаңыздар болады. Яғни Инстаграм парақшасына фотосессияларды өте көп сұрайтын адамдар бар. Осылай ақша жасасаңыздар болады. Келесі вариантын қарайық. Вот Ерке Есмахан в белом легком платье, на берегу моря, закат, море, песок, там люди плавают. Ее ноги на воде, например, вообще онша ее ноги на воде деп жасалдым. Вот әпәдемі фото шығарып берді. Көрдіңіздер ме? Яғни и фотосессияны жақсылап үйреніп алсаңыздар, реально ақша табуға болады. Реально. Дәл қазіргі заманда. Сол үшін мен бұны дополнительно сіздерге үйретіп жатырмын, чтобы ақша табу жағынан. Сонымен осы сабақ аяқталды. Рахмет сіздерге. Мен тағы да келесі жылдары осылай үйреніп, бір-екі жасанды интеллекттерді үйреніп, осылай беріп отырамын. Сол үшін каналда қалыңыздар, яғни каналдан шығып кетпеңіздер. Мынаны үйрендім, болды, білдім деген сияқты болмасын. Каналда қалыңыздар, қарап отырыңыздар. Бұл жолы үйренген заттарыңызды қолдана алмасаңыздар, келесі жолы басқа жасанды интеллекттерді салып отырамын. Оларды, может быть, үйреніп кететін шығарсыздар. Сау болыңыздар, іске сәт сіздерге.